Қайырлы күн, достар. Бүгін біздің зерттейтініміз ерекше тұлға Дональд Трамп. Ол кісі жаны қандай, жас жан ба, кәрі жан ба, осы жерге қандай миссиямен келді? Бір жердегі процестерді өзгертуге келді ме? Көмегі бар ма, әлде зұлымдық әкелетін жан ба? Толық кармалық процестерін қараймыз, миссиясын қараймыз, және бір өте терең ақпараттарды аламыз. Бізбен бірге болыңыздар, біз бастаймыз. Айнұр, кеңістіктен Дональд Трамптың нәзік денесін тауып алыңыз. Высшая рұқсат беріп тұр ма? Біз тек ақпарат аламыз, оған араласпаймыз. Жарайды. Ендеше бастайық. Бірінші сұрақ. Трамптың жаны жайында. Оның жаны қандай деңгейде? Жас, жетілген, кәрі, әлде өте көне жан ба? Жетілген, кәрі, өте көне. Жалпы шыққан кезде тектік қорғаушы энергиялармен шықты. Бұл жанның жерден тыс өркениеттерде өмір сүрген тәжірибесі бар ма? Бар. Қандай өркениеттер? Сол өркениеттердің сипаты қандай? Әскери ма, технократиялық па, әлде мүмкін басқа? Жалпы өзі шыққан кезде үш өркениетпен байланысы барын көрсетіп сондай шыққан еді. Өзі бірақ тектік қорғауда тұр. Тектің киесі бар жалпы полисінде өзінің. И үш өзге өркениеттің сипаты сезіледі, айналада көрінеді. Жарайды. Енді Үшеуі үш түрлі. Үшеуі үш түрлі, иә? Жарайды. Бұл жанның негізгі қызметі қандай? Басқару ма, жүйені бұзу, хаос арқылы өзгеріс әкелу ме? Үшеуіне де ауқымды болып тұр. Үшеуі де бар, бірақ бұл аталған үш нәрседен де ауқымды. Көрсетіліп тұрған энергия, миссия. Жалпы лидерлік позициямен шықты. И бірінші бастаушы болады ғой. Ең алда тұрушы. Сондай бар. Өзгеріс әкелуші болып тұр. Жаңа өркениет құрушы болып тұр. Өте мықты сенімділік бар. Және өте күшті мықты поддержкасы бар. Кімнің поддержкасы бар? Реалдықта кәдімгі мүдделі топтардан да поддержка бар. Жалпы жоғарғы кеңістіктен де поддержкасы бар. И өркениеттерден де поддержкасы бар. Таңдау нүктесі барлығы мысалға бір нүктеде тоғысқан сияқты нәрседе тұр. Жақсы. Кенеттен болған нәрсе емес, жалпы кішкентайдан өзінің көздеген биігі деп айтуға болады. Жақсы. Келесі сұрақ. Бұл кісі осы өмірге қандай жоспармен келді, оның жаны? Жасаушы, құрушы қабілеттері бар. Қандай сұрақ қойдыңыз? Қандай миссиямен келді дедіңіз ба? Қандай жоспармен келді? Қандай жоспармен келді? Жоспары өте ауқымды, өте үлкен. Бір-біріне шиеленісті, бір-бірімен қабысатын, тоғысатын нүктелер, ситуациялар өте көп. Өте мазмұнды жоспары. Біліктілігі өте жоғары болып тұр.
ғалымдармен связь бар. Мгм. Бұл кісінің Көп адам ойлай бермейтін нәрселерді немесе көп адам білмейтін информацияларды біледі. бұл информация қайдан келген оған? Негізі кәдімгі реалдықта жанындағы мүдделі топтардан, әртүрлі топтардан келіп тұрған ақпарат бар. Бұл ақпараттарды оқып таны білетін өзінің жалпы көкірек көзі де өте сондай ашық, білімді, көзі көп биіктерге жетеді. Сондай болып тұр. Жақсы. Бұл кісінің энергетикалық деңгейі қандай? Өте жоғары. Өте белсенді, өте жоғары. Соңғы уақыттарда мүлдем төменгіге түспеген. Көп жылдардан бері жоғарғы биіктігі сондай нede тұр, толқында. Жарайды. Ал енді осы энергетикалық белсенділігін жоғары күйде ұстап тұруға не көмектесіп жатыр, немесе қандай әрекеттер жасап жатыр? Ол өзінің туа біткен энергетикалық деңгейінің жоғары болуы ма, әлде бір Жоқ. қосымша күш бар ма? Қосымша қосалқы әрекеттер бар. И бірден тағы да ғалымдармен байланысты бір ақпараттар немесе әдістер шықты. Ол әдістерді Туа қарапайым бітті күші негізінде мынандай жоғары деңгейде болмайды. Қазіргі жасына қарай ол табиғи қалыпта уже төмендеу керек еді. Белгілі бір орта жасқа келген кезде бұны күшейтуге жұмыстанған. 50 жастан кейін кәдімгідей тәртіппен жасалған әдістер бар екенін көрсетіп тұр. Белгілі бір тәртіппен енгізілген деп айтайыншы. Дисциплиналық әдістер бар. Әдейі күш қуатты сақтауға арналған. И бұл жоғары вибрацияны ұстап тұр. Ал бұл әдіс... Көп құпияларды біледі негізі. Бұл әдіс құпия ма, әлде белгілі бір ортаға таныс па? Белгілі бір орта деген қандай ортаны айтып тұрсыз? Екеуі Айналасында бір нәрсені элиталар білдіреді қолданатындай. негізі. Иә, бірақ өте элитаның да бәрі емес қолданатын. Белгілі бір топ бар өзі жалпы. Барлық адам қолданбайды. Жарайды. Білетін негізінде ғалымдармен байланыс шыққан кезде, как будто алдыңғы қатарлы бір озық ғылыми ойлар немесе сол ғылыми еңбектер, соның нәтижесі сондай нәрселер негіз көрініс көрсетті. Бұл әдістерге не жатады? Бір препараттар ма, әлде бір дене шынықтырудың әдістері ме, әлде мүмкін бір технократиялық, бір жаңадан енгізілген, істелген құралдар ма? Иә, жаңадан енгізілген құралдар. Препараттар бұл жерде әлсіз, дәл ондай ауқымды нәтиже бермейді. Препараттар бар, бірақ негізі ауқымды үлесі ол алып тұрған жоқ. Ауқымды үлесті көбірек сіз айтқанда жаңа құралдар, как будто барокамера сияқты нәрселер бар. Осы бір ақпарат шықты. Медициналық керуерт деген, медицинская кровать будущего. Соған келеді ме? Адамның энергетикалық деңгейде қалпына келтіруіне ықпал ететін, немесе клеткалық деңгейде энергетикасын жақсартатын, өсіретін, аурулардан айықтыратын. Атауы ұқсас болуы мүмкін, мазмұны жағынан өте алыс бір-бірінен, себебі бұл қарапайым халыққа арналмаған.
И әзірде ол арналмайды деп, көп жылдардан кейін болмаса әзірге ол доступный емес халыққа. Шамамен неше жылдан кейін халыққа жетуі мүмкін бұл технология? 30-50. 30-50 жыл. Жарайды. Енді келесі сұрақ. Бұл жанның өткен өмірлерінен қалған бір ауыр кармалық қарыздар бар ма? Бар. Бұл жерде кәдімгі адамдарға тән тура сондай өзінің кармалық шиеленісті нәрселері бар. Бұл карма билікке, ақшаға немесе басқа адамдарды басумен байланысты ма? Билікке қатысты. Билікке қатысты. Бірнеше жылдар, жанның жылдарын айтып тұрмын, әдеттегі жылдар емес, жанның өмірлерін айтып тұрмын. Бірнеше жылдарды немесе бірнеше өмірлерді қамтыған билік бар бұл кісіде. Ал енді қазіргі өмірі бір сол карманы өтеу сияқты немесе түзетуге берілген мүмкіндік сияқты байланыс бар ма сонымен? Частично, я. Түзетуге емес, түзетудің алдында қандай сөз еттіңіз? Өзгертуге дедіңіз ба? Иә. Түзетуге емес, бірақ көбірек жалғастырушы сипатта болып тұр. Қандай сипатта? Жалғастырушы. Жалғастырушы. Кармалық міндеті жалғасқан сияқты нәрсе бар. Жарайды. Енді Трамптың өзге өркениеттермен байланысын қарайық. Келісімшарттар бар. Нақты қандай байланысы бар? Келісімшарттар бар. Қандай? Әскери, саяси. Ол өркениеттер жермен байланыста ма? Байланыста, жер олардың назарында ғой. Бұл жерде әртүрлі өркениеттер бар, және әртүрлі өркениеттер әртүрлі нәрсеге жауап береді. Бірінші келісімшарты да әскери, бірінші сол нәрсе шықты, сондай договоренность бар. Одан бөлек қорғаушы болып тұрған немесе рухани жағына көп ақпарат беретін басқа бір екінші, тоже басқа бір өркениет бар, энергиясы нәзіктеу. Біріншісіндігі қатты, қуатты болды. Кішкене қатыгездеу, аяусыздау өркениет болды. Рухани демеу беріп тұрған, немесе белгілі бір ақпараттарды ұсынып отырған, жаңағындай техногендік деп айтайын ба, технократиялық дедіңіз ба, сондай дамуға үлес қосушы, соған сәйкесінше ақпараттар беруші, бірақ нәзік энергиялы, биік саналы өзге өркениетте бар. Жарайды. Енді Трамп осы өркениеттермен жерде байланысқа шығып тұрады ма? Тікелей қарым-қатынас болады ма? Негізінде бірінші келісім шартты көрсеткен кезде оларды круглый столда тұрған көрсеткен негізі. Овальный стол, круглый емес. Овальный, аха. Яғни кездесу болған, иә? Тікелей араласу бар. Тікелей араласу бар. Аха. Енді келісімшарт бар. Келісімшарт. Жарайды. Келісімшарттың шарттары қандай? Не алады, не береді? Билік береді, билікке қажетті құралдарды береді.
әдістерді, дағдыларды береді, әскер береді. Мгм. Орнына не алады? Жер планетасының белгілі бір ресурстарына доступ бар. Қандай ресурстар? Металл ма, әлде басқа? Әлде адам ба? Жоқ, адам емес, жер қойнауындағы ресурстар. Жер қойнауындағы ресурстар. Жер қойнауындағы ресурстар тек Америка территориясында ма, әлде басқа жерлерді де қамтиды ма, басқа елдерді? Басқа жерлерді қамтиды. Басқа жерлерді қамтыса, Америка құрама штаттары доступты қалай алады ол жерлерге? Әлде өз елдерінің атынан? Легко. Өзіне қажетті доступты басқа елде болса да алып тұр. Мемлекеттермен сәйкесінше келісімі бар. Қазақстаннан да алады ма? Біздің елдің қатысы бар ма? Ресурстарымыз бар. Бұл өркениеттермен келісім шарт кейін адамзатқа қауіп төндірмейді ме? Әзірге жоқ. Жоқ. Енді келісім шарт бойынша Трампқа билік беріп тұр және әскери күш беріп тұр. Әскери күшті қандай мақсатта пайдалануда немесе пайдаланатын ойы бар? Пайдаланудан көрі соның барлығымен қорқыту көбірек шығып тұр. Пайдалана қоятындай оған жеткізбейді. Сондай. Бұл әскери күшті сипаттап бере аласыз ба? Не нәрсеге жақын? Ол кәдімгі адамдарды басқаратын ба, әлде бір қарудың жаңа құпия түрлері ма? Қарудың жаңа құпия түрлері. Климаттық қару бар ма соның ішінде? Климаттық қару деп сіз ауқымды айтып тұрсыз, одан көрі сіз ауқымды айтып тұрсыз, одан да көрі шоғырланған форматта. Шоғырланған форматта. Мысалы, белгілі бір аймақта жер сілкінісін тудыратын қару болуы мүмкін бе? Жоқ, бұл көбірек адамдарға арналған. Адамдарға арналған? Адамдардың санасын байлауға арналған. Адамдардың санасына басқаша әсер ететіндей. Иә. Ойлау жүйесін өзгерте алатындай. Өзгертеді. Қысып тастайтындай қажет болса. Иә, тобыр күйіне түседі. Онда эксперименттер жүргізген бе? Жүргізілген. Бірақ көп емес, үлесі аз болып тұр және өркениеттен кішкене алыстау елді аймақтарда жүргізілген. Сынап көру мақсатында. Әйтпесе, көбірек қазір оны түгел халыққа қолданудан көрі қажетті жеке-жеке мүдделі топтарға немесе жекелеген адамдарға пайдалану дейтін бар. Яғни бір топтың ішінде нақты бір адамға да әсер ете алады, иә? Ал ол қару жайында басқа елдің мемлекет басшылары біледі ме? Біледі, бірақ оған жету жолы жоқ, оған доступ жоқ ол ақпаратқа. Тек бар екенін біледі, бірақ оның құрамы не екені ол жөнінде ақпарат жоқ. Құрамы өз еліндегі ғалымдармен бірдей байланысты. Жарайды. Енді Дональд Трамп билікте қанша уақыт болуға жоспарлап келді?
президенттікте? Қанша уақыт? Иә. Ол кісіге қанша уақыт берілген еді? Берілген уақытында үлгереді негізі көп нәрсені жасап. А так ондай бір үздіксіз қалам дейтін ондай ол кісіде не жоқ. Маңыздысы берілген уақыт ішінде міндеттерді орындау болып тұр. Жарайды. Ал енді ол президенттіктен кеткен жағдайда да өзі білетін ақпаратты қалай қолданады? Мысалы, кейін басқа президент келеді. Ол кісі де осы ақпараттар жайында, қару жайында, өркениеттер жайында хабардар болады. Байланыс сақталады ма өркениеттермен Трампта? Әрине мәжбүрлейді. Өйткені президенттіктен кетеді ғой, оның қандай қатысы болады? Немесе басқа бір? Трампты мәжбүрлемейді, келесі президентті мәжбүрлейді. Кім мәжбүрлейді? Топтар, ықпалды топтар бар үлкен. Яғни президентке де әсер ететін ықпалды топтар бар, иә? Иә. Сонда өзге өркениеттер осы көбірек ықпалды топтармен байланысты ма, әлде президентпен бе? Олар бәрі заодно ғой бірге. Жарайды. Енді Трампты өзге өркениеттер қолдап тұрғаны анық. Иә, сондай өркениеттер бар. Ал енді рухани тәлімгеріне келетін болсақ, қанша тәлімгері бар? Олар қандай деңгейде? Өмірінің әр кезеңді кеңістігінде немесе әр кезеңінде сәйкесінше әртүрлі рухани тәлімгерлер болған. Сосын қандай сұрақ қойдыңыз? Тәлімгерлер қанша? Деңгейі қандай? Тәлімгерлер әртүрлі, тәлімгерлер бірнеше өмірінің әр кезеңді жолдарында арналған тәлімгерлер болған. Енді сол Трамптың тәлімгерлері мен біздің тәлімгерлерді салыстырғанда бір айырмашылық болады ма нәзік әлемде? Иерархия бойынша мүмкін, көлемі бойынша? Болады. Қандай? Иерархия бойынша, бірақ иерархия бойынша дегеннен гөрі масштабты рухани тәлімгерлер бар екен. Но бәрібір ол биік тұлғалы иерархиялы болып тұр ғой. Аса бір ондай айырмашылық жоқ, бірақ кейбір кезеңдерде айырмашылық бар. Жарайды. Бұл кісінің жан жоспарында бастан қарастырылған. Бастан бұл кісінің келісімі бар. Бұл кісі тәуекелге барушы. Бірақ барған тәуекелдері істерін әр уақытта оправдывать еткен. Бұл кісі қорқу дегенді білмейді, рискке барады тікелей. Осыған сұрақ келіп жатыр. Мықты тұстары қандай бұл кісінің? Аяушылықты білмейді. Өте қатты жауапкершілік алған өзіне, дәл сондай әр адамның өзіне жауапкершілік алуын қатты талап етеді. Сондықтан рискке бара алады, сондықтан ол аямайды. Жанға аяушылық көрсетуді әлсіздік деп есептейді, сондықтан бұны нәрсені қабылдамайды. Яғни жауапкершілігі өзінде толықтай болу керек деп есептегендіктен аяуға баратын жолды әлсіздік деп қабылдайды. Бұл
сол адамды сыйламау деп ұғады. Сондықтан сондай өте талапшыл, өте жауапкершілікті қатты күтеді. Тәуекелге барғыш, аяушылық мүлдем жоқ, өзіне де аяушылық деген мүлдем жоқ, өлімнен қорықпайды, діттеген мақсатына жетеді. Бұл ештеңені аямайды тоже. Жолдағы кедергілерді вообще ұшып жібереді. Қайсарлық сондай нәрсе бар. Мақтағанды өте қатты жақсы көреді. Доказать ету программасы бар. Құрметтегенді, оған махаббат танытқанды өте қатты жақсы көреді. Әлсіз тұсы болып тұр бұл нәрсе. Ғылым білімге өте қатты иек артады, өте қатты сенеді. Өзге өркениеттерге өте қатты сенеді. Жоғары кеңістікке өте қатты сенеді. Өркениеттер арқылы жоғарғы кеңеспен ақыл кеңес алу дейтін нәрсе шығып тұр. Мүмкін қандай да бір ритуалдар жасауы мүмкін сәйкесінше. Себебі сондайға деген сенімі бар. Жердегі алатын күш жеткіліксіз деп есептейді. Сондықтан өркениеттерде немесе басқа әлемнен алатын күшті қосарланып, күшіне күш қосып еселейді. Қорқытып ұстағанды жақсы көреді, өзінің күшін көрсеткенді жақсы көреді. Жақсы. Енді бұл адам миллиондаған адамдардың назарында. Қандай да бір энергетикалық шабуылдар болса, енді тіл көз деген ол жан жақтан болуы мүмкін, энергетикалық шабуыл болуы мүмкін, энергетикалық сырттан әсер ету мүмкін, теріс ниет жетелік болуы мүмкін, әртүрлі ритуалдармен. Солардан қалай қорғанады, немесе солардан қалай сауығып шығады? Әсер етеді ме бұл кісіге? Негізінен бұл кісіде қорған бар. Қорған кеңістігі немесе айналада қорғану толқыны жасалған. Как будто айналада бұл кісінің айнала өрісінде прожекторлар қосылып, бұлар бір қорғану шекарасын жасап тұрған күйде тұр. Қорғанның сәйкесінше өзінің адами қасиеттеріне сәйкес әлсіз тұстары бар. Бірақ ол жалпы сырттан келетін нәрсе емес, сатқындықпен немесе сеніміне кіріп, солай астыртын келген нәрселер әлсіздік болып кіріп кетуі мүмкін. Так жалпы сырттан келетін құбылыстан ол қорықпайды. Себебі сенімі зор өзінің қорғалғанына. Жарайды. Қорғанының сипаты қандай? Адамдардан жасалған қорған ба? Біз сияқты мамандар, немесе басқа мүлде біз білмейтін нәрселерден Өркениеттен. Өркениеттен. Өзі араласатын өркениет, Иә. Адамдардан жасалатын қорған әлсіз екен. Ал сол қорғанның сипаты қандай сонда? Мысалы, адамдардан жасалатын, тек жүйесінен келген тектік қорған бар, адамның өзінің энергетикалық қорғаны бар. Енді осы Трамптың қорғанынан айырмашылығы қандай? Сипаты қандай? Өте толық, или қалың деп айтуға бола ма? Жуан деп айтайын ба? Сондай болып тұр. Адамдармен жасалатын немесе тектің қорғаны селдір тұман сияқты нәрсе екен. Селдір, жұқа. Ол андай тығыз болып тұрмайды екен. Тығыз қамал болып тұрмайды екен. Және ол жылдам еріп кетеді екен. Және ол көбірек адами қасиеттерге негізделеді екен. Адамдармен жасалған нәрсе. Сондықтан қара ниетті нәрсеге төтеп бере алмай қалады. Ал бұл кісінің қорғаны қалың, тығыз, ауқымды.
Трамп тарапынан мысалы ешқандай пысқырмайды дейді ғой, мән бермейді дейді ғой, сондай күй бар негізінде. Енді Образына аха, айтқанда мындай болып тұр. Егер сахнада адам тұрса, жан жақтан прожекторлар қосылып, түгел қатты нұр шашады ғой, қатты свет болады. иә. И как будто бір тұман слой пайда болатын сияқты. Вот сондай нәрсе бар бұл кісіде. Яғни адамдар тарапынан келген энергетикалық шабуылды өткізбейді, иә, әсер етуді. Өткізбейді. Тіпті сиқыр, порча жасаса да. Порчаның әсері болады, бірақ өте жіңішке. Тоже өте әлсіз болып тұр. Егер оның күші өте мықты порча болса, сызат салған сияқты бір жете жаздайды. Оның күші, порчаның күші қамалды бұзып жарғанша уже соған ғана жетеді. Адамға жетпей сөйтеді уже. Сондай болып тұр екен. Негізінде ол сызат салып өтеді, бірақ оған жетпей қалды адамға. Какау мына қорғаннан өткенше, тесіп өткенше күші сатылады. Енді осы қорғанға басқа адамдар қол жеткізе алады ма, осындай қорғанға? Және керек пе? Ол енді адамның өзінің таңдауына, келісіміне, миссиясына байланысты деп айтуға болады. Әлбетте қол жеткізуге болады, бірақ тура дәл Трамп секілді тәуекелге дайындық деңгейі сол адамда да болу керек. Себебі оның тәуекелге баруы жанды пида етумен пара-пар болып тұр. Әдеттегі адамдардан ондай батылдық шыға қою екіталай. Енді осы Трамп байланысқан өзге өркениеттермен байланысу мүмкіндігі бар ма? Олар қарастырады ма басқа адамдарды байланысқа шығуға, әрекеттесуге? Егер ол адам арқылы миссия орындалатын болса, болады, бірақ тоже пайыздық үлесі өте аз. Яғни ол өркениеттердің масштабы басқаша, иә? Ресурстарды алу, планеталық деңгейде, иә? Мүмкін. Бұл кісі енді өз миссиясын толық орындап жатыр ма? Жоспарымен келе жатыр ма? Өзінің миссиясында, иә. Оның өмірінде қандай бір негізгі тағдырлық бұзылыстар болды? Мүмкін сәттер. Жас кезін көрсетіпті көбірек, бірақ сәл ересектеу жігіт кезін, 25, 24, 25 кездерін. Әрі қарай көбірек сол өз жолына түсу жолына қарата бағытталған. Немесе күштермен сол кезден бастап байланысқа шығу дейтін нәрсе бар жалпы. Ерте кезден бар. Немесе құпиялы эксперименттерге өзін өзі ұсынған. Тәуекелге барған нәрсесін көрсетіп тұр. Рискке барған, бірақ риск өзін ақтады деген нәрсе шықты.
Ал өмір сүру барысында бір өз жолынан ауытқыған кездер, сәттер болды ма? Болды. Даже егде шақта да бір болған, бір шайқап өтетін жағдайлар. Бірақ бұл кісі қорқыныштан қорықпайды, өлімнен де қорықпайды. Тек алға жүру бұл кісінікі. Бұл осы өз қасиеттерін, қорықпайтын, тәуекелге баратын қасиеттерін, тағы да мықты тұстары бойынша, иә, оны өзінде жастайынан өсірді ме, әлде солай туа бітті ме? Туа бітті деп айтуға келмейді, бірақ қанмен келіп тұрған үлес те бар, өзін дайындаған үлес те бар. Яғни кез келген адам дайын болса, сондай өжеттілікке, батылдыққа, тәуекелге жете алады, иә? Биік шың. Әрине, әлбетте. Ол адамның таңдауына байланысты. Негізінен әдеттегі адамдардың көбі төмен вибрациялық толқында екен. Биік Аха. толқынға шығу өте аз болып тұр. Енді осы жерді нақтылап жіберейік. Қандай төмен вибрациялы толқында? Нақтылап көрсетіп, сипаттап жіберіңізші, көп адамдар. Қандай Қара деңгей? басының қамын күте береді болды. Әрі қарай масштабный нәрсе ойламайды. Мгм. Тек қана өз басын ойлайды, иә? Жеке мүдделерін ойлайды, базовый нәрселерді ойлайды. Мүмкін базовый нәрселер толық жабылмағандықтан ол да әсер етуі мүмкін. Қорқыныш көп, Қорқыныш көп. жанынан қорқады, өлімге тіке бара алмайды. Жалпы адамдарда андай мәрттік, рухтың қайсарлығы азайған. Ал Сондықтан көбі сатқын, көбі қорқақ. Мгм. Яғни адамзат ең бірінші қорқыныштармен жұмыс істеу керек, иә? Ең базовый. Қорқынышы оған сабақ болу керек. Солай көрсетіп тұр. Мгм. Ол қорқыныш болмау үшін қандай нәрсе жасалу керек еді, сол нәрсені жасау керек. Мгм. Тәуекелге барып, иә? Бір тәуекелге бару аз бұл жерде қорқынышты жеңуде. Но жеңу емес, ол қорқынышпен как-то сабақтасып, бұны өзіне инструмент ретінде пайдаланып, әрі қарайғы бір ресурстарды жасау керек. Солай көрсетіп тұр. Мгм. Ал енді Ол оның алға жүруіне себепші болу керек, оның қорқынышы. жарайды. Ал Трамп осы президенттікті көздеген кезде, билікке баруды көздеген кезде, жеке өз басының мүддесін ойлаған жоқ па? Эгосының жетегінде болған жоқ па? Бұл тұрғыда оның энергиясы көбірек ауқымды болып тұр, көбірек масштабты болып тұр. Жеке басынан аумағы үлкен болып тұр. Эгосы бар, бірақ эгосы бұл масштабты міндеттерге түрткі болған деп айтуға болады. Ол эгосын масштабты мәселеге пайдаланып тұр деп айтуға болады. Қосалқы күш беріп тұр. Қосалқы күш беріп тұр эгосы. Жарайды. Енді
жақын арада, жақын болашақта өзіне кері әсер ететін деструктивті сценарий бар ма? Трампқа кері әсер ететін. Бар, ондайлар көп, қайталанған жиі. Сәйкесінше олар тараптан да сәйкесінше бірнеше жоспарлар, дайындық, толық дайындықта тұр. Қандай сценарий болмасын, сол алдын ала қарастырылған, иә? Иә. Барлық болатын жағдайға олардың шешу жолдары, варианттары уже дайын тұр. Ал ол варианттарды өзі табады ма, әлде айналасындағы Команда бар, команда? адамдар бар. Тіпті жеке басына қатысты болса да ма? Жеке басына қатысты сақтық шаралары өте жақсы сақталған. Семьясына қатысты. Оның барлығы келісімшартта уже жасалып қойған. Бір нәрсе болған күннің өзінде де оның орнын алмастыратын пункттер дайын. Жақсы, бірталай сәт білдік. Енді Трамптың жаны адамзатқа бір ғана сөйлем айта алса, не айтар еді? Бейбітшілік. Бірақ оның өзінің принцип тұрғысынан, өзінің көзқарасы тұрғысынан, оның ойлаған бейбітшілігі біз үшін қандай болатыны белгісіз. Яғни ол ойлаған бейбітшілік мүлде басқаша, иә? Сол елдің мүддесіне көзделген шығар. Жарайды. Барлық жоспарланған сұрақтар негізі талқыланды. Сұрақтарға жауап алдық. Енді бір қосымша ақпарат бар ма? Біз сұрамай қалған немесе сұрауды жөн көрмеген, ұмытып кеткен деген сияқты. Просто қазір оның адами қасиеттерін көрсетіп тұр. Былай сыртқы көріністен бөлек ішкі жан дүниесінде мейірімділік бар екенін, оның да әлсіз тұстары бар екенін көрсетіп тұр. Сәйкесінше денсаулығында да әлсіздіктер бар екенін, даже жасалған эксперименттерден побочный эффектілер болғанын да көрсетіп тұр. Жарайды. Құрметті достар, міне біз Америка құрама штаттарының президенті Дональд Трампты қарап шықтық. Жан миссиясы қандай, оның мүмкіндіктері қандай, әлемге әсер етуі қандай, өзге өркениеттермен байланыс қандай, және басқа да өзіміз білмеген мәліметтерге қол жеткіздік. Комментарийге жазыңыздар, кімді тағы да қарайық, қандай мәселелер талқылайық. Арнаға тіркеліңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше.